Антоним қарсы, ат, атау. Мән мағынасы бір-біріне қарама-қарсы қолданылатын сөздер. Лексикологияда құбылыстың күн, түн, ұғымның бақ, сор, жақсылық, жамандық, сапаның жаңа, ескі, қимылдың кіру, шығу, тағы басқа қарсы мәндегі сөздердің мағыналары антонимдік жұп құрайды. Заттың атауын білдіретін сөздердің антонимдік жұбы болмайды. Сонымен қатар антоним қарама-қарсы мағына арқылы сөздердің мағыналық тұтастығы мен біртектілігінде білдіреді. Антоним сөздің дәл нақты мағынасын салыстыру тәсілі арқылы айқындап, стилистикалық қызмет атқарады. Әсіресе мақал мәтелдерде жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр, өтірік қаңбақ, шын салмақ. Қазақ тілінде фразеологиялық антонимдер көп кездеседі. Аты шықты, аты өшті, жүрек жұтқан, су жүрек, соры қайнады, көзі ашылды. Тірек сөздер. Антоним мағыналық тұтастық, біртектілік салыстыру тәсілі, стилистикалық қызмет, фразеологиялық антонимдер.